ветеринариялық медицина негізгі мақсаты осы жұқпалы аурулармен күресу, соларға балау, алдын алу шараларын жүргізу. Енді біз студенттерге, ветеринариялық медицина мамандық студенттеріне біз осы инфекцияға ауру балаудың лабораториялық әдістерін үйретуге тырысамыз. Енді болашақ олар ветеринариялық лабораторияларда жұмыс істеуге мүмкіндігі бар. Ветеринария мамандығын егер таңдаған болсаңыздар, осы аграрлық университетке келіп, осы мамандықтың қыр-сырын меңгеруге шақырамыз. Сіздерге әрқашан білім беруге әрқашан дайынбыз. Жануарлардың патологиялық анатомия сабағы, жануарлардың қалай өлгенін гистологиялық зерттеу жүргіземіз. Патологиялық жануарлардың анатомиясы бізде өте қызықты сабақтардың бірі болып табылады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кетоз ауруын клиникалық зерттеу. Яғни кетоз ауруы дегеніміз жоғарғы өнімді сиырларда жиі кездесетін аурулардың бірі. Бұның негізгі себебі көмірсутектік зат алмасудың бұзылуынан туындайды. Малдардың ауруларын анықтау үшін патометр алып, содан мазошсап көреміз, ол қандай болатын. Стрептококк бола ма, әлде эхинококкоз бола ма? Әлемдік жағдайда қазір біз ет, сүт өнімдері, Қазақстан осының бәрін шығаруға бізде мүмкіндік толық жеткілікті. Яғни біздің табиғатымыз барлығы осы мал шаруашылық өнімдерін экспорттауға және импорттауға шамамыз жеткілікті. Ол үшін мал басын саны көбейту үшін біз жыл сайын осы инфекцияларға қарсы вакцинация жұмыстарын уақытылы жүргізіп отыруымыз керек. Қазіргі заман талабы, кімде азық бар, сол әлемді билейді. Қазір жер бетінде халық саны көбеюіне байланысты таза экологиялық өнім керек. Біздің Қазақстанның жағдайы, географиялық жағдай оған толық мүмкіндік бар. Ол үшін сіздер сияқты мамандарды дайындаймыз. Болашақ сіздердің қолдарыңызда, құрметті студенттер. Today we prepare the cultural cell for the cultivation of the virus. We prepare the trypsin cultural cell 199 mediated nutrition and trypsin and the serum. Our discipline is veterinary virology. In this discipline, students will know about viruses, types of viruses, their classification. Also, for example, in today's laboratory class, students learned about the cultural. In the primary cultural cell, we can culture the viruses. Ветеринария мамандығы болып қалыптасу үшін алдымен малдың қаңқасын, анатомиясын жақсы меңгеру керек. Осыны білу арқылы біз білікті, білімді ветеринар мамандығын дайындаймыз. Кафедра оқу құралдарымен жақсы жабдықталған. Кафедрада анатомиялық мұражайы бар. Базалық жағдайы өте жақсы қамтамасыз етілген. Білімді терең біледі. Маман болуыңызға бірден бір жол ашатын кафедра болып есептелінеді. ДНК фрагментациясы әдісімен еркек малдардағы жыныс клеткаларының сапасын анықтап жатырмыз. Бұл зерттеулер елімізде асыл тұқымды жануарлардың санын көбейту үшін жасалады. Жалпы біздің университетте білім алуға студенттер үшін мүмкіндіктер өте көп болып табылады. Медицина адамды емдесе, ветеринария адамзатты емдейді демекші. Мен осы мамандықты таңдағаныма өте қуаныштымын және де өз мамандығымды мақтан тұтамын. Ветеринария мамандығы бойынша білім беріп жатқан университетіме ризамын. Сегодня проходит занятие именно по исследованию ветеринарно-санитарной оценки рыбы-форели, которая у нас имеется две опытные группы. Это первая опытная группа и вторая опытная группа. Сейчас мы будем вести с вами процесс ветсан-экспертизы. Қазіргі таңда көріп тұрғандарыңыздай, бұл бізде құлмалы бақтақ балығы. Бұл балықтың жеке-жеке алып, салмақтарын өлшейтін боламыз. На сегодняшний день для рыбы мы делаем свои корма. Вот пищевые отходы, которые переработаны и в которые мы добавляем свои, сорбенты. Магистрлерimiz мына бокста жұмыс жасап жатыр. Онда Қазақстанның әртүрлі өңірлерінен алынған сүт өнімдерінен алынған сүт қышқылды бактериялардың қазір қоректі ортаға себінді жасап, морфологиялық культуралық қасиетін зерттеуде. Осындай қызықты зерттеулер жүргізгіңіз келсе, біздің университетке түсіңіздер.